Хабарымыз жалғастырамыз. Ата-бабамыз түрлі дәстүрлермен қатар дәруменге бай өнімдерді дұрыс тұтына білуді де мұра етіп қалдырған десе қате айтқанымыз емес. Соның бірі жауынгер дақыл аталатын дәруменге бай өнім. Жауынгер дақылдың денсаулыққа пайдасы қандай, алдағы бейнематериалдан бірге білелік. Тары ұзақ мерзім сақталатын құнды дақыл халқымыз жауынгер дақыл деп те атайды, себебі тары қуаңшылыққа, аңызаққа және ыстыққа төзімді, диқандардан көп күтімді талап етпейді. Ғалымдар тарының шығу тарихы 5-8 ғасырлардан тамыр тартады деп жазып жүр. Әлемде тарының 500-ден астам түрі өсетіні туралы деректер де бар. Бұл бағалы дақыл тұңғыш шығыс елдерінде, соның ішінде Үндістан, Моңғолия мен Алтайда шыққан деген пайымдаулар алға тартылуда. Тарының бағалы да құнарлы дақыл екенін ата-бабамыз ертеден білген. Сондықтан да артына кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел жатқанша, тары көже таң атқанша деген сөз қалдырған. Тарының тағам ретіндегі құнары мен жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғылымда әлдеқашан дәлелденген. Адам ағзасына тоқтықты дарытумен бірге емдік қасиетімен де қадірлі. Ол адамға күш-қуат береді, бауырдың жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді және ішек-қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емдік қасиетімен бірге адам ағзасында улы заттарды жоюға септігі бар дегенді айтады. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ағу жеткілікті, аллергияға әсер ететін глютен жоқ. В тобындағы дәрумендерге бауырға қажетті холинге бай. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний мен фосфор, калий, цинк көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Өт қабы мен өт жолдарына да пайдасы бар. Тары ботқа мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қанда үйіп қалған қалдықтарын сыртқа шығаруда үлкен көмегі бар. Бауырға да пайдалы. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Ескерту, тарыны шамадан тыс көп жеуге болмайды, қалғанша безі жұмысына кері әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар жандар тұтынбаған абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасында зат алмасу процесіне кері әсер тигізбейді. Тек ғалымдар тарыны күндізгі нәрдің көзі ретінде тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ гастритке шалдыққанда тары жеуге болмайды. Хабарымыз жалғастырамыз. Бүгінде экономикалық ахуал қаржылық сауатты қоғамды талап етеді. Бүгінгі нарықтық қоғамда қаржылық және құқықтық сауаттылық әрбір азамат үшін маңызды. Себебі күнделікті ақшалай операциялардан бөлек несие, депозит, ипотека сынды ірі келісімдер де бар. Оның әрбірі тиімді шешім қабылдай алу мен мұқияттылықты талап етеді. Ал біз қаржылық сауаттылық туралы не білеміз? Қаржылық сауаттылық, финансовая грамотность деген сөздер қазіргі уақытта трендке айналған. Оны әркім әрқалай түсінеді. Бұл ұғымның кеңінен қолданыла бастауы оның маңызы мен мәнінің артуына тікелей байланысты. Ал шын мәнінде қаржылай сауаттылық дегеніміз не? Оның қандай критерийлары бар? Жалпы бір қаржылық сауаттылық бар. Сауаттылық ешкімге еш жерде үйретілмейді. Әркім оны өз бетімен үйрену керек. Біреулер оны кітаба оқу арқылы, біреулер әртүрлі курстарға бару арқылы, еріксіз түрде міндеттеп ешкім қаржылық сауаттылыққа үйретпейді. Бүгінде енді біз қарсыз қоғам жобасының шеңберінде жоғарғы оқу орнының мұғалімдерін, колледждің мұғалімдерін, мектептің мұғалімдерін қаржылық сауаттылық туралы курстар өткізіп жатырмыз. Екінші қыркүйектегі президенттің жолдауын тыңдасаңыздар, ең үлкен мәселелердің бірі бұл халықты қаржылық сауаттылығын ашу. Сондықтан бүгінде өзекті мәселе болып тұрғандықтан қаржылық сауаттылық әрбір азаматқа қандай мамандық иесі болса да қаржылық сауаттылық оларға қажет. Сондай-ақ қазір ақша жинау үшін түрлі депозиттер мен счеттар бар. Әлеуметтік желіні аша қалсаңыз, тез байып кету құпиялары, ақша жинауды тез үйрену, қаржы бұлақтары деген секілді жалаң ақпараттардан көз сүрінеді. Ақша жинау дағдысы ақша үнемдеумен тығыз байланысты. Ал қарапайым халық қаржылық сауаттылық пен ақша жинау мәселесіне қаншалықты мән береді? Депозиттен қолдан жинағанды жақсы көреді. Болашаққа бір бөлек, өзіме бір бөлек, киімге бір бөлек дегенде артық шығынсыз. Негізі депозитке жинаған дұрыс қой. Қазір жетпейді ғой депозитке салуға. Депозиттемен ғой. Байынан негізі фредом немесе инвестиция арқылы солайдан жинаған дұрыс қой, акция арқылы сондай. Депозитке салған дұрыс деп ойлаймын. Қолма-қол бәрі жинай алмайсың қаржыны. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында мектептер мен жоғары оқу орындарында қаржылық және цифрлық сауаттылық негіздерін оқыту енгізілетіндігін атап өтті. Бұл болашақта әр азаматтың қаржылық сауатты болуы мен
қарыз мәселелерінің азаюына септігін тигізбек. Қаржылық сауаттылық қоғамға керек дағды. Себебі күнделікті өмірде біз ақшамыздың қайда кетіп жатқанына аса мән бермейміз. Бір ай бойы еңбек етіп, қалтаға түскен қаражатты оңды-солды, керекті-керексіз дүниелерге жаратып жіберетін сәттер көп болатыны жасырын емес. Әрбір адам өз бюджетін қалай дұрыс жоспарлау керек деген тақырыпта экономика ғылымдарының кандидаты Айгүл Мәкеновамен сұхбаттаспақпыз. Айгүл Әкімжанқызы, қош келдіңіз. Енді мемлекет басшысы жалпы Қазақстан халқына арнаған жолдауында азаматтардың қаржылық сауаттылығын арттыру өте маңызды екенін атап өтті. Жалпы қарызсыз қоғам жобасының игілігін бүкіл еліміз көру қажет деп айтып өтті. Енді айтыңызшы, жалпы халықтың қаржылық сауаттылығы жалпы қай деңгейде? Жалпы стандарт бойынша Қазақстан барлық дүниежүзі рейтингінде 40% деген деңгеймен келе жатыр бүгінде. Біз 40% деңгейде қаржылық сауаттымыз дейді. Бұл жерде 40% деген қай жерде алынған? Бұл жерде барлығы 40% сауатты ма? Бұл жерде екінші деңгейлі банктермен несие алумен байланысқан адамдардың барлығы есепке алып отыр да. Ал несие алып жатқан адамдардың барлығы қаржылық сауатты ма? Бұл сұрақ бөлек сұрақ енді. Сондықтан 40% дегенге мен сене алмаймын. Жалпы қаржылық сауаттылық бізде өте төмен дәрежеде. Сондықтан Қазақстан ТМД мемлекеттерінің ішінде ең несиелендірілген мемлекет болып отыр. Басқа бұрынғы Кеңес одағынан қалған 15 мемлекетті алып қарайтын болсаңыздар, ең жоғары несиелендірілген мемлекет бұл Қазақстан. Сондықтан жаңағы біз бәріне тез қол жеткізгіміз келеді. Тез бәрін алып тастағымыз келеді. Сол үшін несиелерді алып, оны төлей аламыз ба, төлей алмаймыз ба, 100% айлығын несиеге салып жүрген адамдар бар. Сондықтан бұл жерде біздің кішкене Қазақстан халқын қаржылық сауаттандыру бұл өзекті мәселеге айналып отыр. Сондықтан президенттің де үлкен деңгейге жетіп, президенттің де аузынан қаржылық сауаттылыққа шығу үшін ол мәселенің үлкен деңгейге жеткенін білдіреді. Сондықтан қаржылық сауаттылықты неден бастаймыз дегенде, ешқандай еш жерде қаржылық сауаттылық туралы ешкімге үйретілмейді. Қазір бүгін кішкене бастап жатырмыз ғой. Сондықтан әрбір азамат өз деңгейінде кітаптардан қаржылық сауаттылығымды ашам деген тұлға болатын болса, ол ақпарат өте көп. Қай жерден интернетті ашып қайсаңыз қаржылық сауаттылық туралы неден бастау керек, қанша ақша жинау керек, қанша мөлшерде ақпарат өте жеткілікті. Бесіктегі баладан еңкейген қарияға дейін қаржылық сауаттылық алам деген тұлғаға бізде ақпарат өте жеткілікті. Ізденем, сол бағытта өзімді дамытам деген адамдарға шексіз ақпарат бізде. Жалпы енді халықтың қаржылай сауатты яки қаржылық сауатты жоқ екенін қалай аңғарамыз? Әрекетінен, алып жатқан несиелерінен. Қазір Қазақстанда жаңа заң шықты, білесіздер, жеке тұлғалардың банкроттығы туралы. Бұл заң не мақсатта шықты? Өйткені өзінің қаражатын тапқан табысынан алған несиелері өте жоғары. Соны төлей алмаудың мақсатында, төлей алмаудың кесірінен бүгінде адамдар өздерінің банкроттығын жариялап жатыр. Ол банкроттық жариялау деген жақсы нәрсе емес, жақсы. Заңның шығуының өзі жақсы нәрсе емес. Бізде халықтың қаржылық сауаттылығының өте төмен деңгейін білдіреді бұл. Сондықтан бүгіннен бастап әркім өзінің қаржылық сауаттылық деңгейін өсірсе екен деймін. Ол біріншіден өзінің бюджетін, отбасының бюджетін, кірістерін, шығыстарын бақыласа екен деймін. Алатын нәрселері қатты қажет па? Әлде 1-2 ай күте тұруға бола ма? 6 ай күтуге бола ма? Оған қосымша ақша жинап алуға бола ма? Процентті азайтып базардан сатып алуға мүмкіндік бар. Мысалы, холодильникті технодоннан сатып алуға болады, сол сияқты базардан сатып алуға болады. Екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Сондықтан сол варианттардың барлығын қарастырып, анализ дейміз ғой, талдау жасай отырып, жүзеге асырса екен деймін адамдардың. Жалпы енді бүгінгі қоғамда банктер мен микроқаржылық ұйымдарынан қаптатып несие алу, қаржы пирамидалары мен желілік маркетингтердің құрбаны болу, жалпы енді әртүрлі алдамшы бизнес схемалардың шығармауында қалу сияқты оқиғалар, жалпы осы қаржылық амалда ойланбаудың салдарынан деп айтуға болады ма? Болады. Себебі егер бізде осы ұйымдарға қажеттілік болмаса, бұл ұйымдар пайда болмас еді. Қандай ұйым болмасын, қаржы ұйымдар ғой бұлардың барлығы. Адамдардың ойсыз әрекеттерінің нәтижесінде осы ұйымдардың барлығы өздерінің табысын тауып жатыр.
барып тез не нәрсеге болса қол жеткізгіміз келеді, соның асығыстығымыздың арқасында, ойсыздығымыздың арқасында осындай нәрселерге біз ұрынып жатырмыз. Мысалы, микро қаржы ұйымдары деген ол өте пайызы минут, секунд есептелініп жатқан пайыздар олар. Оған ойланбай барып, телефон алуға, жаңағыдай iPhone деп атырмыз, 15, 16 Pro деп атырмыз, олардың барлығын алсын, ешқандай қарсылығым жоқ. Егер ол телефонда тек көпшілікке көрсету үшін ғана алмай, ол арқылы үлкен табыс табуға мүмкіндік беретін табыс көзі ретінде алса, жақсы. Ал егер тек просто көрсетіп, жаңағы көпшіліктің арасында осындай телефоным бар деп жүру үшін алу, мен ойлаймын, қаржылық сауатсыздықтың ең басты көрінісі деп. Енді ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек несиесі бар студенттердің 80%-ын жалпы қаржылық сауаттылық бойынша оқудан өтуге тиіс екенін айтып өтті. Жалпы енді қаржылық тұрғыдан сауатты болуды мектеп, жоғары оқу орындарының қабырғасынан меңгерудің маңыздылығын айтып өтсеңіз. Биыл шілде айында барлық жоғары оқу орындарынан, орта білім беру, колледждерден, мектептерден Астанаға аманат қоры қаржысыз қоғам жобасы негізінде барлығымыз жинады. Барлық университеттерден бір адамнан, барлық колледждерден бір адамдар. Бұл мақсат қандай? Осы қаржылық сауаттылықты балабақшадан, мектептің бастауыш классынан, орта классы, жоғары классы, университет деңгейінде, колледж деңгейінде өткізу мақсатында біз жаппай қаржылық сауаттылықты жастардан бастап жатырмыз. Жалпы жастардан ғана деп отырған жоқпыз, бізде қазір Күміс университет деген ашылып жатыр. Барлық университеттің аясында ол 50 жастан асқан адамдарды қаржылық сауаттылыққа тегін үйрету курстарын ашып жатыр университеттер тарапында. Яғни біз жалпы президенттің өзінің нұсқауы бар, ол қаржылық сауаттылықты көтермейінше мемлекеттің экономикасына бұл өзінің қаражатын жұмсай алмайтын, немесе үлкен сомада қарызы бар адамдардың мемлекетте көп болуы экономикаға кері әсер етеді. Сондықтан соны болдырмау үшін біз бұл 10 шақты жылдың жұмысы қазір жүзеге асырып бастап жатырмыз. Осы жаздан бері қанша білім ордасының оқытушыларын осы қаржылық сауаттылыққа үйретіліп жатыр. Біз өзіміз оқып келдік, енді өз жергілікті деңгейде университеттің оқытушыларын, жаңағы 50 жастан асқан кісілерді жаппай Күміс университеті арқылы, сол сияқты егер мектептер немесе колледждер егер біздің қызметімізді қажет ететін болса, біз ол қызметті көрсетуге дайынбыз. Бұл студенттерді, балаларды, мектеп кішкентай жасөспірімдерді, балабақшадағы балаларды кішкентайынан біз қаржылық сауаттылыққа үйретпесек, өзіміз қазір бүгінгі жағдайды біз 10-20 жылға жалғасып кетуі мүмкін. Жалпы енді қарапайым халықтан қаржылық сауаттылық жөнінде сұрасаң, мен банк қызметкері емеспін. Жалпы маған қаржылай сауатты болудың керегі не деп жатады. Енді көбісі қаржысын бақылай алмайды, есеп қисабымен баса ауыртқысы келмейді. Бұндай жағдайда қайтпек керек? Жалпы банк қызметкері ғана қаржыға қатысты сауатты болу міндетті емес. Жалпы табыс табатын адамның барлығы қаржылық сауатты болмаса, ешқашанда бай болмайды. Бай адамдардың кітап оқымайтыны, былай қарап отырсаңыздар, сауаттысызы болмайды ғой, білесіздер. Сондықтан мүмкіндігінше өздеріңіздің қаржылық сауаттылықтарыңызға ден қойған дұрыс. Ол мен қаржы қызметкері емеспін, маған қаржылық сауаттылық керек емес. Әрбір азамат табыс тауып тұр ма, олар қаржылық сауатты болмаса, тапқан табысын 100% жұмсайтын болса, ешқашан онда өзгеріс болмайды өмірінде. Сондықтан кішкене өзінің артына қаржы жинап, бізде қаржылық жастықша дейміз ғой, қауіпсіздік жастықшасы. Соны алғашы жинап, балаларға қаржы бойынша өздерінің кірістері, шығыстары туралы балаларды отбасының бюджетін жасау кезінде қастарына отырғызып, үйде қанша ақша жұмсалып жатыр, қайда кетіп жатыр, және балалар өздеріне қалтаға шайпұл дейміз ғой, ақша беріледі күнделікті. Сол ақшаны қалай жұмсауға болады? Күнделікті ол үй отбасының бюджетін жасалып жатқан кезде бала қосылып отырса, ол құлағымен тұрақты түрде естиді. Ата-анасы мына жаққа жұмсаймыз, ақшаны мына жерде үнемдейік, мынаған не қылайық. Балалардың қысы жазы
денсаулығына байланысты қосымша қаражат сақталып тұру керек отбасында. Мынау күз басталғаннан бастап балаларда тұмау аурулары басталады. Соның барлығын отбасы өстіп ойластырып, өз бюджетін қалыптастырып отса, оларда мынау форс-мажорлық жағдайлар дейміз ғой. Бала кенеттен ауырып қалған кезде ақшаны қайдан табам деген проблема оларда болмау керек. Жалпы енді ақшаны жеткілікті жарату үшін адам қандай көзқарас қалыптастыру керек? Мен айтар едім, көзқарастың екеуі бар. Мышление деп айтып атады ғой. Бай адамның көзқарасы бөлек, кедей адамның көзқарасы бөлек. Ал оны бай адам, кедей адам деп бөлген дұрыс емес шығар, бірақ олардың ой өрісінде үлкен айырмашылық бар. Тұрақ түрде егер қаржылық сауатты болайын десеңіздер, кемінде айына 3 кітап оқып отырыңыз деймін. Кемінде 3 беттен бастап 10 бет, 20 бет, 30 бет оқитын мүмкіндігіңіз болса. Мысалы, машинада өзіңіз айдайтын болмасаңыз, көлікте жүретін болсаңыз, таксиде жүретін болсаңыз, автобуста жүретін болсаңыз, осы универде сабаққа студенттерге айтамын ғой, келгенше 5 бет, 10 бет кітап оқып келіңіздер. Егер кітап оқу мүмкіндігі жоқ, тұрып тұрам десеңіздер, ыңғайсыз болса, онда аудио кітаптар тыңдап келіңіздер. Босқа әлеуметтік желіде өтіп кеткен мынандай күнделікті болмайтын нәрселерді тыңдағанша, миды болмайтын нәрселермен толықтырғанша, өзіңіздің біліміңізді жетілдіретін қажетті ақпаратпен толықтыру керек деп ойлаймын. Сондықтан осы бастан қаржылық сауаттылықты күнделікті 20-30 бет кітапты немесе аудио кітапты тыңдап отыратын болсаңыз, сіздің күнне өзіңіз аудио кітап оқыған, мысалы 20 бет өтіп кетеді ғой тез-тез. Сондықтан 20 беттен есептеңіз, 365 күнде сізде біліміңіз қандай дәрежеде болатынын көресіз. Және кітапты тек оқып қана қоймау керек, кітаптан бір дағды қалыптастыратын болсаңыз, алып, ол шексіз сіздің қандай адам, кемел адам болатыныңызға сөзсіз. Жалпы енді қазіргі қоғамда көбісінің мәселесі ақша жинай алмау. Жалпы неліктен адам ақша жинай алмайды? Жалпы біздің әрқайсымыздың басымызда 3 неседен бар. Әрбір азаматтың жалпы. Сол несиелер төлеп келеді. Бірінші бір кредит шығады, одан кейін екінші кредит шығады, үшінші кредит шығады. Мысалы, айына сіз 200 мың төлеп келдіңіз ба, сол кредиттеріңіз шыққан сайын, сол кредитке төлеп келген соманы сіз сонсыз да өмір сүріп келдіңіз ғой, 200 мыңды төлеп келдіңіз, қалайда бір өмір сүріп келдіңіз. Әрі қарай да сол 200 мыңды әрі қарай жинақтап, мысалы 200 мың демей ақ қояйын, соның 100 мыңын, 50 мыңын жинақтайтын болсаңыз артыңызға, онда сізде артыңызда жинақ болады. Ол 200 мыңды кредит төлеуге ақша тапқан кезде, әрі қарай сол қаражатты әрі қарай жұмсамай жинақтауға да мүмкіндігіңіз бар. Лайфхак дейсіз ғой, былайша айтқанда. Жалпы енді қаржылық жинақты қалай және қайда сақтаған дұрыс? Жинақты алдымен бірден айтып қояйын, депозит сізге үлкен табыс әкелетін құрал емес. Бірақ депозитте ақшаңызды жинақтау өте тиімді. Оны ары қарай инвестициялауға жұмсау кезінге дейін депозитте ұстасаңыз өте тиімді. Бір жағынан депозитте пайыз жүріп отырады, екінші жағынан сіздің өміріңізге қауіптенбейтін. Үйде матрастың арасында тағы жерде ұстау, ол өлі ақша ғой, білесіздер, өлі ақша ешқандай оған процент жүріп атқан жоқ. Инфляция деген күннен күнге деңгейі өсіп жатыр. Сондықтан үйде ақша сақтау сіздің өміріңізге қауіпті. Сол сияқты ол ешқандай сізге табыс әкеп атқан жоқ. Күннен күнге ол ақшаңыз не істеп жатыр? Бүгінгі $100 бір жылдан кейінгі ол 79-80 доллар болып қалады. Сондықтан өзінің құнын жоғалтып тұрғаннан кейін үйде ақша сақтау тиімсіз деп ойлаймын. Ал енді ақшаны тек депозитте ғана ұстаймын деген кісілер болатын болса, ол да тиімсіз. Ақшаны депозитте, егер сіз жазда демалысқа қандай да бір мемлекетке отбасыңызбен барғыңыз келіп отырса, депозитте оның ақшасын ұстауға болады. Оны билет сатып алатын, тағы демалысқа жіберілетін ақшалар болса ұстаңыз. Ал егер үлкен 15 миллион, 20 миллион ақшаны депозитте ұстаған тиімсіз. Сіз оны
жаңа айтып атады ғой, Каспийдің депозитінде ақша ұстағанша Каспийдің акциясын сатып алыңыз деген. Ол Каспийді сізге 14,9% депозитіңізге сумма төлесе, ал оның акциясын сатып алсаңыз, сізге 30%-ке дейін табыс әкеледі деген. Дәл солай. Жалпы енді балаға күнделікті жұмсауға қанша ақша беру керек? Жалпы бұл сұрақта көп ойландырады. Әрине, балаға ақша беру керек. Әйтсе де балаға біз қалай тәрбиелеп жатырмыз? Баланы отбасының бюджетін қалыптастырған кезде мүлдем жақындатпаймыз. Ақша қаяқтан келіп жатыр үйге, отбасына, қаяққа жұмсалып жатыр. Бізде ол тұтынушы ретінде отбасында алу керек. Күнделікті дай деген, бірақ баланы отбасының бюджетін қалыптастырған кезде күнделікті ата-анасы отырғызып қасына қаяққа ақша кетіп жатыр барлығын, сосын кешке ертегі оқығаннан көрін мен айтар едім балаларға жаңағыдай қаржылық сауаттылықты ашатын кітаптарды оқыған. Қазақ тілінде қазір бүгінде ол кітаптардың барлық қазақ тіліне аударылып қойған. Вавилондағы ең бай адам, ақша әліппесі деген кітаптар бар. Қанша жыл өзінің актуальность дейді ғой, актуалдылығын жоғалтпай келе жатқан, маңыздылығын жоғалтпай келе жатқан. Осы кітаптарды балаларға ертегінің орнына, ертегі қазір балалар, ертегі оқитын балалар емес, қазір қарайсыңыздар, олар үлкен жылдамдықпен дамып жатыр. Сондықтан оларға осы кітаптарды оқыған тиім сияқты. Олар кітаптарды оқығаннан олардың ой өрісінде бөлек болып өседі. Кейбір балалар болады, кішкентайынан ақша жинағанды жақсы көретін. Атасына, әжесіне 3.000 беріп, 4.000 беріп, оны процентқа алып жүрген балаларды көресіздер. Сол балаларды жетілдіру керек деп ойлаймын. Табиғатынан оларда кәсіпкерлікке не бар, машық бар оларда. Жалпы енді уақыт өткен сайын қазір шетелдік валюталардың құны өсіп келе жатыр ғой, енді осындай құбылмалы заманда ақшаны қай валютада сақтаған дұрыс? Мен айтар едім мультивалюта деп. Ол доллармен де, евромен де, ол Қытайдың юанмен де сақтасаңыз да, сосын теңгемен де сақтасаңыз да біреді. Өйткені барлығы қажет бізге. Оларды тек сақтау үшін болса, басқа валютада сақтасаңыз, ал өзіңіз күнделікті пайдалануға сіз долларды ұстап отырмайсыз ғой. Теңгемен де кейбір іштегі билеттерді сатып алу, оларға міндетті түрде біз жастық шағына теңгемен сақтау болады. Айгүл ханым, енді бүгін студия төріне келіп, осылай көрермендерімізге маңызды ақпараттар, құнды деректермен, келелі кеңестермен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Жұмысыңыз табысты болсын. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламамызда осы жерден түйіндейміз. Ертең тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен Аружан Сарбарбек, амандықта жүздескенше.